Сәлеметсіз бе, Айна Ертаевна? Уақытыңызды бөліп, бізге сұхбат беруге келісім бергеніңіз үшін алғысымызды білдіреміз. Бүгін сізбен мектебіміздің тыныс-тіршілігі жайлы әңгімелескім келеді. Саламатсыз ба? Жақсы. Дайынмын. Қоя беріңіз, сұрақтарыңыз болса. Алдымен сіздің осы мектептегі қызмет жолыңыз туралы айтып өтсеңіз. Қанша жылдан бері басшылық жасап келесіз? 89 жылы педагогикалық институт бітірдім. Содан бастап мұғалім болып жұмыс істеп жатырмын. Осы мектепке директор ретінде мен 10 жыл болды. 10 жыл. Осы 14 мамырда 2015 жылы осы номер 2 Батамша орта мектебіне директор болып тағайындалдым. Осы биыл 10 жыл болды. Өте керемет. Еңбектің бағаланатыны анық. Айтсаңыз, осы жылға қалай келдіңіз? Мектеп директоры болу бала күнгі арманыңыз ба еді? Директор болам деп әрине армандаған жоқпын. Оны әрбір адамды нетпейді, ойламайды, кім боламын болашақта. Болашақта әрине мектеп кезінде және жоғары оқу бітіргенде мұғалім боламын деп таңдадым. Кішкентай кезімнен мұғалім боламын. Бірақ директор болып оны ойламадым. Көп рахмет. Мектепте соңғы жылдары қандай ірі жобалар жүзеге асты? Өзгерістер болды ма? Я, әрине. Біздің мектеп 2 жобаға қатысты. 26 кабинет толық жабықталды. Және жаңа жиһаздармен, жаңа құралдармен. Сонымен қатар ең бірінші ол білім сапасы. Біздің мектепте білім сапасы қазіргі таңда осы 3-ші тоқсан алсақ 58%. Ол үлкен біздерге, біздің ұжымға, біздің оқушыларға үлкен рахмет айтамын. Сондай осы заманауи құралдарды пайдаланып, кәдімгі осы жобаға қатысып, біздің оқушыларымыз да, мұғалімдеріміз де ашылып, көп жетістіктерге жетіп жатыр. Одан да әрі біздер осы жұмысты жалғастырамыз. Одан да әрі үлкен жобаларға қатысамыз. Ондай жоспарлар да бар. Өте жақсы. Біздің оқушыларымыз түрлі жарыстар мен олимпиадалардан жүлдеме оралып жатқанын қуантады. Бұл туралы не айтар едіңіз? Биылғы жылды алсақ, биыл біздің 11 классының 2 оқушымыз Қалдыбаев Жансерік пен Байқара Әділет республикадан барып 3-ші орынға ие болды. Екеуі ол өте сондай мақтаныш, мектеп бойынша мақтанамыз осы 2 оқушымен. Олар биыл 11 класс бітіріп жатыр. Оларға тек қана сәттілік тілейміз. Және биыл біздер зердеге де біздің оқушыларымыз қатысты, гран-при алды. 1-ші, 2-ші, 3-ші орынға ие болды біздің оқушыларымыз. Жалпы пәндік олимпиадаға қатысып, жылда біздің оқушыларымыз орын алып жатыр. Сондықтан өзгерістер көп, өзгерістер өте жақсы. Тек қана оқушылар емес, солармен қатар мұғалімдер де, біздің мұғалімдер де қатысады. Семинарларға, вебинарларға, конференцияларға, Астанаға, Алматыға барып, Ақтөбеге, көшпелі семинарға барып қатысып, мұғалімдер өздерінің деңгейін солай дамып жатыр. Рахмет. Болашаққа қандай жоспарларыңыз бар? Жоспарларды айтып қойсам, орындамайды деп ойлаймын. Жоспарда әрине болашақта біздер ойлап едік осы келесі жылда кадет класс ашу. Ол әрине тек қана
мектептің тарапынан емес, ол ата-аналармен тығыз байланыста болу керекпіз сол класты ашуға. Және тағы да жоспарлар бар, оны айтпай қоямын, тек қана осы бір жоспарды айтамын. Ну и ең бірінші жоспарда тұратын бірінші кезеңде ол әрине білім сапасын арттыру. Сол. Көп рахмет. Айна Ертаевна, ашық әрі әсерлі әңгімелескеніңіз үшін алғыс айтамын. Сізден үйренеріміз көп. Мектебіміздің одан әрі гүлденуіне тілектеспін. Рахмет.